Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы қарын бүрменің дайындалу әдісімен бөлісемін. Қазақ халқы әу бастан қуаты жоғары, құнарлы тағамдарды жиі пайдаланған. Өте дәмді болып шығады, кез келген мерекелік дастарханға, қадірлі қонақтарға ұсынуға болады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін тағамды сізді жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Мендегі жылқының қартасы. Алдын ала тұзды суға жақсылап жуып, артық бездерінен тазалап алдым. Сонан соң етті жақсылап жуып, тазалап, үлкен бөліктерге бөліп алдым. Жылқының, сиырдың немесе қойдың етін пайдалансаңыздар болады. Пияз бен сарымсақты жұқалап турап алдым. Мендегі картоптар үлкен болғандықтан ортасынан бір рет бөлдім. Егер сіздерде ұсақ болатын болса, бөлмей салсаңыздар болады. Сонан соң сәбізді турап алдым. Және қазы қосатын боламын. Дәміне қарай тұз бен қарабұрыш пайдаланамыз. Келесі кезекте туралған ет пен көкөністерге дәміне қарай тұз бен қарабұрышты салып, жақсылап араластырамыз. Тұз бен бұрышты жеткілікті етіп саламыз. Артық немесе кем болмағаны дұрыс. Менің каналымда қазақтың ұлттық тағамдар бауырсақ, ши бауырсақ, шелпек, ірімшік, сонымен қатар майсөктің жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Барлығын араластырып дайындап алдым. Енді дайын тұрған қартаға қазыны, араласқан көкөністердің барлығын саламыз. Салған кезде қатты нығыздамаймыз, пісу барысында жарылып кетуі мүмкін. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Мінекей барлығын салып дайындап алдым. Сонан соң ине жіптің көмегімен тігетін боламыз. Қалың жіпті екі қабаттап пайдаланып жатырмын. Пісу барысында ашылып, шашылып кетпейтіндей етіп жақсылап тігетін боламыз. Ендігі кезекте отқа қоятын үлкен ыдысымызға салып су құятын боламыз. Суды жеткілікті етіп құямыз. Суымыз қайнағанша қатты отқа қоямыз. Шыққан көбігін алып тастаймыз. Сонан соң жай отта 3-4 сағат пісіреміз. Қазақтың ұлттық тағамы қарын бүрме дайын. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Қадірлі қонақтарыңызға, мерекелік дастарханға ұялмай ұсынуға болады. Қаласаңыз қарын бүрме пісірген сорпаға қамырды пісіріп бірге ұсынсаңыздар болады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін тағамды сізді жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.